Бүгінгі видеода мен Skrill туралы ақпараттар айтатын боламын. Достар, видео басталмастан бұрын мен сіздерге бір ескерту айтайын деп едім. Мен Балапан арнасында Айдаһар мінген шабандоздар мультфильмін қайта көрсетіп жатқандығын енді білдім. Онымен қоса фильмнің атын және мультфильм кейіпкерлері мен айдаһарлардың аттарын ауыстырып тастапты. Сол себептен де егерде мен аттарын дұрыс айтпасам айып етпеңіздер. Мен 2014 жылға аудармамен аттарын айтатын боламын. Назарларыңызға рахмет. Ал ендеше Skrill жайлы бастайық. Skrill алғаш рет Айдаһарды қалай қолға үйретеді мультфильмінде көрсетілді. Ілмектіс, екі бастылар, Skrill және Айдаһар мінген шабандоздар атты мультхикаяда толық сюжет алды. Яғни Skrill туралы бірнеше бөлімдер шыға бастады. Айдаһар туралы айтатын болсақ, Айдаһардың жұмыртқасының түсі көгін түсті болады. Айдаһардың арқасында өткірде үлкен тікенектері бар. Ал басында көлемі аздап кіші тікенектер бар. Басқа айдаһарлар от атса, ал Skrill оттың орнына найзағай атады. Осы күшінің арқасында Skrill сирек кездесетін айдаһарлар қатарына жатады. Егер жаңбыр жауып және найзағай ойнаса, Skrill бірден күш жинайды және күш жинағанның арқасында көлемі де үлкейеді. Жаңа айтып өткенімдей, арқасында орналасқан тікенектері де үлкейе түседі. Айдаһардың күші өте мықты, әсіресе найзағайы. Егер ол адамды найзағаймен соқса, адам бірнеше сағатқа мылқау болып қалады. Айдаһардың ұзындығы 7 метрді құрайды, ал қанатының ұзындығы 14 метр. Skrill найзағайын кез келген мақсаттарға қолдана алады. Мысалыға қиратуға, қорғануға және шабуылдауға. Айдаһардың тек жалғыз түсі бар. Ол күлгін түс. Skrill басқа айдаһарлармен салыстырғанда өте жалдам және түнгі фуриямен бір деңгейде ұша алады. Егер Skrillге қандайда бір айдаһар от атса, ол жай ғана қанаттарымен қорғана алады. Оның қанаттарының өте мықты екенін көріп тұрған шығарсыз. Ол түнгі фурияның отынан қорғай алады. Skrill мен қызылектің оттарын бір-біріне атса, үлкен жарылыс пайда болады. Айдаһар өте ақылды. Ол икинг пен қызылекті тұзаққа түсіруге дейін барған. Skrill жұмбақ айдаһарлар қатарына жатады. Ол жайлы ақпараттар аз. Айдаһардың жалғыз әлсіз тұсы ол су. Судан найзағай ата алмайды. Себебі найзағай суға атылса, су одан сайын. Найзағайдан да мықты болып, суда қандай адам немесе айдаһар болса да барлығын найзағаймен атады. Бүгінге осы видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылыңыз. Және комментарийға келесі қандай айдаһар туралы ақпараттар айтайын жаза кетіңіз.